Үйдегі келіндеріңіз бос уақытын қалай өткізеді? Телевизор көреді, телефонда отырады. Мына видеодағы келіндер бос уақыттарын карта ойнаумен өткізеді екен. Ең бастысы бала тыныш. Үлкендер карта ойнап отырғанда үстелдің астына қолына телефон ұстап алып жатыр. Абысындардың не ойнап отырғаны белгісіз. Дурак, 105, әлде белка ма? Белканы 4 адам ойнайды ғой. Мүмкін сол үстел астындағы бала 4-ші шығар. Келіндердің бұл қылығын интернет қолданушылардың бірі бастысы үйде отыр ғой десе, екіншілері түсінбей дал болды. Мүмкін олар тойда картамен фокус көрсетуге дайындалып отырған шығар. Естеріңізде ме? Түркістандағы қайнынысының тойында ән айтқан 10 келін бүкіл халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп еді ғой. Мына келіндер ән айту трендтен кетті деп енді фокуспен таңғалдырмақ шығар. Ең бастысы ұмытпайық, абысын тату болса, ас көп деп бет алды айтылмаған. Ал сіздің үйдегі келіндер бос уақытында немен айналысады? Әлде оның жеке өміріне араласу дұрыс емес деп ойлайсыз?